Құрметті студенттер, бүгінгі дәріс, яғни Қазақстан Республикасының Конституция пәнінен Қазақстан Республикасының Конституциясына жалпы сипаттама. Яғни Қазақстан Республикасының Конституциясы біздің 1991 жылы егемендік тәуелсіздік алғаннан кейін 1993 жылы 28 қаңтарда алғашқы қабылданған конституция, яғни тұңғыш конституциямыз. Ол конституцияға көптеген өзгерістер енгізіліп, 1995 жылы 30 тамыздағы конституция, қазіргі уақыттағы қолданыстағы конституциямыз, біздің ата заңымыз. Конституция дегеніміз ең жоғарғы күшті иеленген нормативті құқықтық акті болып табылады. Конституция, яғни бұл заңдардың жиынтығы деп айтсақ та қателеспейміз. Ең алғашқы конституция 1787 жылы Америка құрама штатындағы жазылған тұңғыш конституция қабылданған. Ол конституцияға ешқандай өзгерістер мен толықтырулар енгізілмеген қатаң конституция қабылданған. Кейбір мемлекеттерде, Европаларда сол уақытта ауызша ғана қабылданған конституция. Мысалға, Рим империясында конституция жазылған конституция болған жоқ. Себебі оларда конституция барлық заңдар ауызша түрде қолданып, ауызша түрде ғана жүзеге асырылды. Конституцияның өзінің құрылымына қарай, заңды күшіне қарай байланысты, жазылу стиліне қарай байланысты бірнеше топтарға бөлеміз. Қазақстан Республикасының конституция нысанына қарай жазылған конституция болып табылады. Яғни жаңа айтып кеткендей, жазылған немесе жазылмаған конституция. Жазылмаған конституцияларға бұл ауызша түрде қабылданып, ауызша түрде жүргізілген конституцияны айтамыз. Жазылған конституция бұл біздің Қазақстан Республикасының конституциясы. Яғни қабылданған заңды жария етіп отырған конституцияны айтамыз. Қабылдануына өзгерістер мен толықтырулар енгізілуіне байланысты бұл жұмсақ және қатаң конституция. Жұмсақ конституция біздің өзіміздің Қазақстан Республикасының конституциясын айтамыз. Бұл жерге бірнеше рет өзгерістер енгізілген конституция. Қатаң конституцияға бұл ақш мемлекетін келтіруге болады. Яғни 1787 жылы қабылданған конституцияға ешқандай өзгерістер мен толықтырулар енгізілмеген. Мемлекеттік құрылымдық нысанына қарай бұл біртұтастық мемлекеттердің конституциясы, федеративті мемлекеттің конституциясы, яғни конфедеративті мемлекеттің конституциясы болып бөлінеді. Яғни конституция нысанына қарай бұл да үшке бөлінеді. Конституцияның заңи нысанына, ішкі нысаны және сыртқы нысаны. Заңи нысаны бұл құрылымға сәйкес Қазақстан Республикасының жазылған конституциясы болып табылады. Ішкі нысанына қарай, яғни бұл конституцияның ішкі нысаны, яғни құрылымдық мазмұнына қарай. Бұл жерде Қазақстан Республикасының конституциясының ішкі нысаны, яғни 9 бөлім 98 баптан тұрады. Қазақстан Республикасының конституциясы, жаңа мен айтқандай 95 жылы 30 тамызда енгізілген конституцияға қайтадан өзгерістер мен толықтырулар енгізіліп, 2007 жылы 21 мамырда конституцияға үлкен тағы да өзгерістер енгізілді. Яғни бұл жерде конституцияның ішіндегі бөліміне тоқталатын болсақ, бірінші бөлімде жалпы ережелер. Бұл жерде Қазақстан Республикасының қандай мемлекет екенін, яғни демократия, зайырлы, құқықтық мемлекет екенін көрсетілген. Екінші бөлімде бұл адам және азаматтардың конституциялық құқықтық мәртебесі, яғни Қазақстан Республикасының адамдар мен азаматтардың қандай конституциядағы заңдарға байланысты құқыққа ие. Яғни адам құқығы туылғаннан бастап құқыққа ие болады, ал азаматтар белгілі жасқа келген Қазақстан Республикасының азаматтардың құқықтығына ие. Бұл жерде, яғни бөлімде көрсетілген шетел азаматтарына да байланысты заңдарға өзгерістер енгізілген.
Қазақстан Республикасының шетел азаматтары, яғни Қазақстан Республикасының азаматтығын алуына байланысты көрсетілген заңдарда, яғни тұрақты 5 жыл тұру керек шетел азаматтары Қазақстан Республикасының азаматтығын алу үшін. Яғни осы бойынша толық көрсетілген. Үшінші бөлім бұл Қазақстан Республикасының президенті, яғни мемлекет басшысының конституциялық мәртебесі. Қазақстан Республикасының президенттік, яғни конституциялық мәртебесі, бұл жерде бізде Қазақстан Республикасының тумысынан азаматы болу керек, туылған жері Қазақстан Республикасының азаматы болу керек. Бірнеше талаптар бойынша жоғарғы білімі жоғары болу керек, білімі. Кемінде соңғы 15 жыл тұрақты тұру керек, 40 жасқа толған Қазақстан Республикасының президенті 5 жылға сайланады. Бізде мемлекеттік басқару нысанына қарай, өзі мемлекеттік басқару нысаны екіге бөлінеді ғой. Монархия және республика. Монархия бұл, яғни атадан қалған ұрпақ бойынша жалғастырады. Республикада бұл жерде белгілі бір мемлекетте мемлекет басшысы тағайындалады, яғни сайланады. Бұл жерде сайлау, яғни халықтың сайлануы арқылы мемлекеттік басшы сайланады. Қазақстан Республикасының президентінің өзінің бірнеше өкілеттіліктері бар. Бұл парламентке байланысты, үкіметке байланысты, ұлттық қауіпсіздікке байланысты, премьер-министрге байланысты, ұлттық банкке байланысты өзінің өкілеттіліктері жүзеге асырылады. Яғни біздегі барлық мемлекеттік биліктегі лауазымды тұлғаларды мемлекет басшысы тағайындайды. Келесі бөлім бұл Қазақстан Республикасының парламенті. Парламент, яғни бізде заң шығарушы орган болып табылады. Бізде мемлекеттік билік 3-ке бөлінеді. Яғни бұл парламент, заң шығарушы, атқарушы және сот жүйесі. Заң шығарушы бұл парламент, атқарушы бұл үкімет, сот бұл, яғни сот жүйесі орындаушы болып табылады. Қазақстан Республикасының парламенті бұл қос палатадан тұрады. Сенат және мәжіліс, яғни төменгі палата және жоғарғы палата. Яғни заңдар жобасына келтіру бізде төменгі палатадан басталады. Бұл жерде қабылданған заңды парламенттің төрағасына ұсынысқа беріп, төрағасы президентке беріп тағайындалғаннан кейін, яғни сол күннен бастап бізде заңдар жарияланады. Президент қол қойғаннан кейін міндетті түрде сол күні Егеменді Қазақстан газеттеріне жарияланады. Келесі бөлім бұл Қазақстан Республикасының үкімет. Үкімет бұл атқарушы орган болып табылады. Яғни қабылданған заңдарды үкімет атқарады. Келесі бұл Қазақстан Республикасының, яғни сот жүйесі. Сот жүйесі бізде екіге бөлінеді. Негізінде 3-ке бөлінеді. Бұл жоғарғы сот, облыстық және оған теңестірілген соттар, үшінші әскери соттар. Қазіргі уақытта бізде облыстық және қалалық соттар көбінесе одан қаралған шағымданғандардың барлығы жоғарғы сотта қаралады. Әскери соттар бұл тек қана бізде әскери соттарда ғана жабық түрде жүргізілетін сот жүйесі. Келесі бөлім бұл Қазақстан Республикасының конституциясы, яғни конституциялық кеңес. Бұл жерде жалпы Қазақстан Республикасында қабылданған заңдардан бөлек конституцияның өзін қадағалайтын орган болып табылады. Яғни конституция кеңес қадағалау органы болып табылады. Келесі бөлім бұл жергілікті және мемлекеттік басқару органдары. Бұл жерде акимат, мәслихаттарды айтамыз. Яғни ауданды, қалалық, облыстық акиматтарды айтамыз біз. Конституцияның даму кезеңдерінен бастасақ, яғни Қазақстан Республикасының конституциясына дейін бізде Қазақ СССР конституциясы болған. Яғни 1900 даму кезеңдерінде 1926 жылы 18 ақпанда қабылданған Қырғыз СССР конституциясы болған.
Одан кейін 1937 жылы 26 наурызда қабылданған Қазақ СССР Конституциясы болған. Үшінші бұл 1978 жылы 28 сәуірде қабылданған Қазақ СССР Конституциясы болып табылған. Яғни бұл жерде 77 жылғы КСРО-ға кіргенге себеп болғандықтан сол кезде қабылданған Конституция. Одан кейін өзіміздің егемендік алғаннан кейін 1993 жылғы 28 қаңтарда Конституция, ең соңғы 1995 жылы 30 тамызда қабылданған Конституция. Яғни Конституция осы 5 кезеңмен